Дұғаның шарапаты. Бір күні Ғайса келе жатып, жолдың жиегіндегі моланы көрді. Я Алла, бұл мола кімдікі деп сұрады. Алла, бір пақырдың моласы деп жауап берді. Мұның ақиреттік жағдайы қалай? Тірісінде құлшылық пен сауаптан мақұрым болған. Тек өлейін деп жатқанда кәлимаға тілі зорға келді. Апырай, онда жағдайы қиын шығар. Мен тірілтіп түрін көрсем бола ма деп рұқсат сұрады. Алла, рұқсат деді. Ғайса дұға қылып еді, өлік моладан тіріліп тұра келді. Қараса сымдай тартылған сымбатты көркем жігіт екен. Екі бетінен нұры тамып тұр. Ғайса түсінбей, я Алла, сен мына адамды құлшылық пен сауаптан мақұрым болған сорлы деп едің. Мынаның бет әлпетінен пейіштің лебі есіп тұр ғой, деді. Сонда Алла, бұл пақырдың моласы жол үстінде жатыр. Өмірде ғапыл болғанымен, жанынан өткен кеткен адам дұға оқып бет сипайды. Жиі оқылған дұғалардың шарапаты оның жатқан жерін жайлы етті. Жанын менің нұрыммен шомылдырды, депті.